Сәлем достар, Шахсарайның құпиялары сериалында Жиранның рөлін сомдаған актриса Париназ Изадияр туралы сөз қозғаймыз, сондықтан каналға тіркеліп, лайкты баса кетіңіз. Париназ Изадияр 1985 жылы 30 тамызда Иранның солтүстігіндегі Мазандаран провинциясында орналасқан Бабул қаласында дүниеге келген. Орта мектепте Париназ жаратылыстану бағытындағы пәндерді сүйіп оқыған. Ол орта мектепті бітіргеннен кейін ел астанасы Тегеранға көшіп барып, графика өнері мамандығы бойынша университетке түсті. Париназға университетті оқып жүрген кезінде Адам және Хала фильмнің кастингіне бару ұсынылды. Париназ келісіп, көп ұзамай фильмдегі рөлдердің бірін сомдады. Фильм кассада тәсіздікке ұшырады және сыншылар теріс пікірін білдірді. Бірақ бұл оның болашақтағы мансабына әсер еткен жоқ. Графика бойынша бакалавр дәрежесін алғаннан кейін Изадияр әкесінің тыйымдарына қарамастан актриса болуды шешті. Кейінірек актриса ирандық бірнеше бюджеті төмен, аса танымалдылығы жоқ фильмге түсті. Париназ 2011 жылы «Аспанға 5 шақырым» сериалында Минаның рөлін сомдап көпшіліктің ыстық ықыласына ие болды. Бұл сериал оның мансабына үлкен серпіліс әкелді. 2018 жылы актриса режиссер Мани Хагигидің «Шошқа» комедиялық драмасында шағын рөлді сомдады. Фильм халықаралық Берлин кинофестивалінде көрсетіліп, Алтын аю номинациясын алды. Актрисаның жеке өзі де бірнеше халықаралық марапаттың иегері атанған. Париназ поэзияға әуес, деректі фильм түсіруді армандайды. Сондай-ақ актриса жануарлардың белсенді қорғаушысы және әртүрлі іс-шараларға үнемі қатысады. Сонымен қатар Париназ жан-жануарларға арналған баспаналар салуға көмектесуге тырысады. Актрисаның Одри есімді иті бар. Париназ Изадиярдың инстаграмдағы оқырмандарының саны 4,5 миллионға жуық. Әлеуметтік желіде өмірінде болып жатқан жаңалықтарды үнемі жариялап отырады. Достар, актриса туралы қысқа да нұсқа дерек осы. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.